Не үшін шақырдың? Махамбет, сен шақыру себебім соңғы рет бір ашық түрде сөйлескім келді. Соңғы болған оқиғалардың барлығына нүктесін қояйық. Иә, қазір айту мүмкінсің, кімнің бастағанын, қалай болғанын, бірақ оны айта бергенде ештеңе өзгермейді. Сөздің қысқасы, болар іс болды, бояу сіңді. Өткен күндердің өкініштерін барлығын ұмытайық. Ешкімде, ешқандай нәрседе өзгерте алмайды бұл нәрсе. Мен Мадинаның бұл өмірде бақытты болу үшін қолынан келгенше барлық нәрсені жасайтын боламын. Және ол маған міндет. Ал ініме келетін болсақ, оның жасаған қателіктердің барлығын жоюға тырысамын. Мадинаның бұл өмірде бақытты болуы маған аманат. Аманатқа қиянат жасағаныңды ұмытпа. Қолынан келмейтін болса, мойныңа аманат алудың қажет жоқ. Иә, оның да рас. Мадинаға қорғанда бола алмадым. Жүрегіне дақ түсірдім. Бірақ кешегі жасаған қателігім ертең күннің қатесіз болуына себепкер. Соны түсінші, Махамбет. Бауырың үшін жаныңды салып жатсың. Түсінем. Бірақ есіңде болсын. Ұмытуға болатын өкініштер болады. Ұмытуға болмайтын өкініштер де бар. Ана актер Смағының айтып бар. Көзіме түспеуге тырыссын. Қолыма түссе оңдырмаймын. Ал Мадинаның болашағы уақытысы келгенде көре жатармыз. Қош бол. Сен де аға дейді. Неменеге қарап тұрсың? Өзің кінәлісің. Тыныш жүрмейсің ба? Әлің келмейтін адамға секіре бермей. Сен таяқ жедің ба? Значит, өзің кінәлісің. Сен сонда мен емес, айдаладағы бөтен біреуді жақтап тұрсың ба? Саған сенген мен де ақымақ. Сен сонда маған сен әркімге бір төбелесе беруің керек па? Әріне сен өз жөні болады. Кімдікі дұрыс емес. Қызықтырмай ма сені? Қызықтырмайды. Мен таяқ жеп жатырмын ба? Значит, сен көмектесуің керек. Брат не всегда прав. Но он твой брат дегенді білмейсің ба не? Интернеттен әріне сен жаттау маған пихать ете бермеш. Әріне сен өз жөні болады. Бұдан кейін саған сенбеген болсын. Қойшы. Сен сияқты ағаның маған түкке де керек жоқ. Ағасымақ болған. Барының жоғы жақсы. Қалайсың, бауырым? Ассалаумағалейкум. Тыныштық па? Иә. Тыныштық қой. Бауырыммен келісе алмай қалған сияқтысың ба? Қойшы сон. Сіз кімсіз? Не керек? Маған ба? Ештеңке. Онда жөніңізбен жүре беріңіз. Бауырым, сабыр сақта. Асықпа. Інім, бергеш. Ассалаумағалейкум. Жігіттер, проблемамызға араласты деп ренжімеңдер. Бірақ бір-бірлерімен ұрыспаған жөн. Болмаш нәрсеге бір-бірімен ерекше беретін болсаңдар, араларына бауырмалдық кетіп қалады. Өздерің білесіңдер ғой, өмір болғаннан кейін көптеген келіспеушіліктер болады. Бірақ ертең шын қиындық түскенде не істейсіңдер? Егер араларында бауырмалдық, ықыластық болмаса, бұл барлығы бос болады. Жігіттер, бауырының орны бөлек. Мен ол жағын жақсырақ білемін. Жарайды онда. Аман болыңдар. Бірақ
бір нәрсені естерінде болсын. Жанында жүретін бір бауырым болмаса, бұл байлықтың, дәулеттің бір тиынға пайдасы жоқ. Жақсы. Не? Ештеңе. Кеттік. Қаппай. Түсіп қаптым ғой. Қайырынан ұрды? Он тұрмай тиіпті ғой, Қалайсың, Мәке? Спорт деген өте жақсы нәрсе ғой. Мен де бала кезімде спортпен өте қатты айналысқан. Әлем чемпионатына, олимпиадаға барам деп армандайтын тұғым. Қолдан медаль жасап алып, көшеге тағып шығатын. Чемпиондардай маңғазданып жүретін тұғым. Бала кездер ай. Ең мықты кездер екен ғой сол. Уайым қайғы жоқ. Қарның тоқ. Киімің бүтін. Бірақ кейде әке-шешең ұрысқанда тырысып, өмірге келгеніне өкінгендей кейіп танытатын едік. Ақымақтық шағай. Керісінше сол мықты бақытты шағымызды бағаламаппыз ғой. Әр сағат, әр минутты, әр секундты қадірлеу керек екен түсінген кезде кеш болғандай. Жасы жүріс па, Мәке? Маған сенімен қоштасуға келдім. Бұдан кейін жолықпауымыз да мүмкін. Сені пайдасыз істерге тартып, өміріңе қауіп төндіргенім үшін кешір. О не дегеніңіз, Мәке? Бәрі нормально, бәрі ровно. Бұл өмірде қателеспеуге тырысшы, Мәке. Әрине, өмір болғаннан кейін қателеспейтін пенде болмайды. Бірақ сол қателікті дер кезінде түсініп, өміріңе сабақ алып, келесіде қайталамасаң, өмірде бәрі жақсы болады. Жақсы бауырым, аман бол, өз-өзіңе сақ болшы.
Самат аға. Енді сүт қауыс компаниясы өздеріңізге аманат. Компаниямыздың сенімді адамдарының бірі өзіңізсіз ғой. Иә, әрине. Бұл жағын уайымдама, Қуаныш. Бәрі реттеп қарастырып отырамын ғой. Қуаныш, ана жаңа кім екен ол жаңа? Мадина ме еді? Сен оның тұратын қаласын білгенмен, мекен жайын, жұмыс істейтін орнын білмейсің ғой. Қалай табасың сен? Әзірге білмеймін аға. Енді бара көрерміз. Бірақ ең бастысы Мадинаны тауып керек маған. Талқан шыққан тағдырын тура жолға салып, бұрынғы бақытты күндерін қайтару. Енді менің міндетімде. Дұрыс. Мақұл онда жігіттер. Жақсы. Жақсы. Уайымдама, Қуаныш. Сен неге? Менен не жамандық көрдің? Сенен ешқандай. Ұлымды өлтіруге қандай хақың бар? Фазыке, ақша өзінікі болмаса, бәрі жомарт. Проблема өзінікі болмаса, бәрі данышпан. Соғыс өзінікі болмаса, бәрі батыр. Менің ойым түсінген шығарсың. Сенің алдында ақталмайым. Кесем десең мені басым. Мен Мадинаның бұл өмірде бақытты болуы үшін қолынан келгенше барлық нәрсені жасайтын болам. Және ол маған міндет.
Ей бала, не отырсың? Жай. Бар ана малға жайғастыр. Осының ертең саған қалады ғой. Әке мал жайғастыр дейсің, сонда мен өмір бойы мал бағып жүре беремін ба? Қазір заман басқа ғой кішкене, оқитын заман, ғылым, білім деген сияқты. Ой, кейін оқысан қайда қалдың? Оқысын деп қалаға жібергенде. Бәрін бүлдіріп. Қырып жойып келген жоқсың ба? Қазір заманда, балам, малың болса, оқу да бар, диплом да бар. Оның несін жасырамыз. Егер осы шаруашылықтан дөңгелетіп кетсең, содан керемет жоқ саған, балам. Бұл малмен менің әкем айналысқан. Одан әкемнің әкесі айналысқан. Одан ешқайсысы қор болған жоқ. Оның рахатын сен мен көріп отырмыз. Мал бағу деген бұл ауылдан шықпау емес, балам. Бұл тұнып тұрған ғылым. Математикаңда, медицинаңда тағы не бар еді? Барлығы осы мал шаруашылығында жатыр, балам. Осы малы бар адамдардың бәрі шетінен ғалым, академик десеңші. Солай десең де болады енді. Сен менге кетіп отырсың ба? Жоқ ғой, айтып отырмын, өзім малым бар болғаннан кейін енді. Болашақта сондай мал бағу ғылымдарының докторы болатынын айтып отырмын да, соған қуанып отырмын да. Ой, әкең, сен әлі кетіп отырсың ғой мені. Бар, жоғала, малға қара бар. Алло. Мен ғой Санжар. Омар бір Рауаннан хабар бар ма жоқ па? Түсінікті. Жарайды онда Рауан. Мен өзім іздеп таппасам, сенің келер түрің жоқ.